Habibi, welcome to Kazakhstan. Албан руынан шыққан ұлы тұлғалар, қазақ халқын құраған ұлы жүздің ірі тайпаларының бірі. Дәстүрлі мекені Жетісу өңірі, таңбасы дөңгелек, ұраны Райымбек. Сонымен Албан руынан шыққан ұлы тұлғалар кім? Абылай ханның қолбасшыларының бірі, Жетісу өңірін жоңғарлардан азат еткен батыр Райымбек Түкеұлы. Орта жүздің жерлерін қалмақ шапқыншылығынан азат етуге атсалысқан Шағаман батыр. Қазақтың ұлы орақ тілді ақыны және Қытайдағы қазақтардың азаттығы үшін атсалысқан қайраткер Көдек Байшығанұлы. Патша билігінің отаршылдық саясатына қарсы шығып, Албан көтерілісін бастаған батырлар Жаңабай Құдайбергенов және Ұзақ Саурықов. Қазақтың ақиық лирик ақыны, аудармашы әрі жазушы Мұқағали Мақатаев. Барша қазаққа мәлім менің атым Қожа және тағы басқа қайталанбас туындылардың авторы менің сүйікті жазушым Бердібек Соқпақбаев. Фармацевтика ғылымдарының докторы атанған алғашқы қазақ ғалым әрі профессор Кеңесбай Үшбаев. Жұмыстары өз елімізден бөлек ақш, Германия, Жапония, Түркия, Ресей сынды елдердің мұражайларына қойылған қазақтың көрнекті суретшісі Тоққожа Қожағұлов. Алматы қаласының бұрынғы әкімі, мемлекет және қоғам қайраткері Заманбек Нұрқаділов. Әрине, қазақтың барлық тайпалары бетке ұстар тұлғаларға бай. Сондықтан аталмыш айдарымды бөліну емес, тарихымызға шолу деп түсінгейсіздер. Келесіде қайрудың ұлы тұлғалары жайлы айтайын. Комментарийге жаза кетіңіз және парақшама жазылуды ұмытпаң. Нарынқолды не үшін сонша мақтай береді екен деп бұрын ойлаушы едім ше. Оказывается, бұл жақтағылар Нарынқолды скромно аз ғана мақтаған екен ғой ше. Мақтауға тұрарлықтай жер ғой мына жер. Табиғаты, ауасы ерекше енді, бөлек қой. Қала, мәнсап, ақша, қымбат ресторандар, қымбат көлік бәрі боқ сасып қалды ғой. Менің таңғалғаным ше, мына жақтың балаларының тәрбиесі бөлек екен ше. Өтсе де кетсе де амандасады ғой. Біздің қаланың балалары дейтін бетіңе қарап тұрып боқтайды ғой, факел көрсе. Уайым қайғысыз өмір сүретін жер екен мына жер ше. Табиғатын мақтасаң мақтағың келе береді ғой. Мына ауаны айтсам да, анау тау бар ғой, бірнеше километр жерде орналасқан жер ғой. Бізде Алматыда болса ана жер көрінбейтін еді. Камерамен айтып бүйте алмайсың енді ауаның тазалығын ше. Демалған кезде бар ғой, өкпемнің каждый тесігі қалай демалып жатқанын сезіп жатырмын ғой. Нарынқолда тұратындар сіздер действительно бақыттысыздар ғой. Бұл жақтағылар қартаймайтын шығар, иә. Мұқағали Мақатаевтан сұрапты бір кісі. Ей, Мұқаш, сен бұл өмірге не іздеп келдің деген екен. Сол кезде Мұқаш ағамыз, мен бұл өмірге 3-ақ нәрсе іздеп келдім. Қалғаны маған Алла берген, асқар тоғып әкені берген, мөлдір бұлақтай қып ананы берген, құрақтай қып іні қарындас бауырды берген. Іздеп келген нәрсем 3-ақ нәрсе. Бірінші дос, екінші мамандық, үшінші әйел. Дос деген не деп сұрапты сол кезде Бақтыбек? Дос деген ақылдың көрігі, дұшпанның серігі. Әйел деген кім? Әйел деген балаларыңды өсіріп жетілдіретін үлкен ұлы адам. Мамандық деген не? Сен Бақтыбек өмір бақи жас болып жүрмейсің. Ол сенің қартайғандағы дастархандағы наның деп жауап берді. Мұқағали Мақатаевтың дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым деген өлеңін қабыл ал бауырым. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сен, досыңмен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқың, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым-ау тапшемін. Достарыңмен достастыр болайын нақ құлың. Достыққа жүрмін құмартып, өлгілі жүрмін өз-өзіме мін артып. Жауыздың барып алдында уәзір болғанша досымның ауласында барып өлген мың артық. Досым, саған сенемін, сені бөтем, жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Дос деген ақылдың серігі екен, дос деген дұшпанның көргі екен. Не дейін Бақтыбек? Жүргенде достарың сыйлай жүрсін, әрқашан құшағын қимай жүрсін. Ел сыйлаған екінің бірі болшы. Жақындарың бұл дүниеге сыймай жүрсін бар. Аман бол.